Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін творожный пирог, яғни сүбелі бәліш дайындаймыз. Бізге алдымен песочный тестасын дайындаймыз. Оған қажет құрамдар: жұмыртқа, сары май, қант, разрыхитель, ұн. Енді сары майымызды, жұмыртқа, разрыхитель, қантымызды саламыз, шанышқымен езіп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін елеуіштен өткізіп ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды кез келген формаға жайғастырамыз. Менде 22-24 диаметр форма. Енді сүбелі бәліштің, яғни сүбелі бәліштің творогын дайындаймыз. Бізге қажет заттар: творог, жұмыртқа, сметан және де қант. Дүкеннің творогын алдым. Енді барлығын да қосамыз бірден. Жақсылап езіп блендермен араластырамыз. Менде осындай арнайы езетін блендер. Сіздерде ол болмаса, миксермен араластыруға да болады. Бірақ миксермен араластыратын болсаңыздар, узкий ыдысқа салғандарыңыз дұрыс болады. Енді мен корица қосамын, ол не обязательно, бірақ одан өте дәмді болады. Енді формамызға жайғастырған қамырымызды холодильникке салатын боламыз. Сол салғаннан кейін оны қайтадан шығарамыз. Мінекей осылай әдемі болып шықты. Енді оған үстіне жаңағы жасаған творогымызды құйып, жақсылап теңдей барлық жеріне жағып шығып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Творог ыстық күйінде сұйықтау болып тұрады, ол суығаннан кейін өзі қатады. Піскенін печеньесі арқылы білеміз. Печеньесі піссе, творожный пирогымыз пісті деген сөз. Ыстық күйінде формадан алмаңыздар. Мына менде корица қоспай жасағаным аппақ болып шықты. Мен бұл пирогты көп дайындағанмын. Ауызашарға да, қонақ дастарханға да дайындағам. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.